Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз өсімдік жасушасының құрылысымен мынадай керемет 3D форматта танысатын боламыз. Жасуша мембранасы қаптап тұрады. Жасуша мембранасы плазмалық мембрана барлық жасушаларды қоршап тұратын және жасушаға ненің кіріп, ненің шығуын реттейтін жұқа икемді тосқауыл болып келеді. Келесі жасуша қабырғасы. Мына тұрған жасуша қабырғасының қызметі тұрақтылық, күштілік береді. Келесі цитоплазма. Цитоплазма бұл қоймалжың сұйықтық. Жасушаның ядродан тыс сұйық бөлігі болып келеді. Ал мына тұрған вакуоль. Вакуольдің негізгі қызметі өсімдік вакуолі жасушаның кеңеюіне және де өсімдік мүшелерінің ұлпалардың өсуіне ықпал етеді. Су, тұз, ақуыздарды сақтайтын жасушалы органелла болып табылады. Вакуоль терминін 1841 жылы француз ғалымы биолог Дюжарден ойлап тапқан. Келесі митохондрия. Митохондрия кепске ұқсайды. Мынау екі жақта тұрған митохондриямыз ол АТФ синтездейді, яғни энергия көзі болып табылады. Келесі бізде лизосома. Лизосома кішкене түйіршіктер, яғни ол ақуыз синтездейді. Келесі бізде ең маңызды органелла ол ядро болып табылады. Ядро жасушаның ең маңызды бөлігі болып табылады. Ол дымаққа түседі, яғни тұқым қуалауға қатысады. Берілген ақпараттар ұнаса, менің видеома лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.